Сонымен қатар капустаның құрамында асқазан мен ішектің шырышты қабатын қалпына келтіруге көмектесетін ерекше витамин бар. Ол гастрит пен ойық жара кезінде пайдалы, асқазан сөлін бөлетін жасушаларға тікелей әсер етеді. Ішек жасушаларының негізгі қорегі глутамин. Ол етте, сүйек сорпасында, жұмыртқада ғана емес, ашытылған капустаның өзінде де кездеседі. Ал кимчиде бұған қоса ашытылған сарымсақ бар. Бұл микробтарды жоятын, қабынуды азайтатын, иммунитетті күшейтетін өте күшті табиғи өнім. Имбирде ашыту кезінде әсерін күшейтіп, ас қорытуға жақсы көмектеседі, іштің кебуі мен ауырлықты азайтады. Бұрыштағы пайдалы заттарда ферментация кезінде күшейіп, қан айналымды жақсартады, зат алмасуды жандандырады, май жағуға көмектеседі. Салмақ тастау тұрғысынан кимчи сәл басымырақ, себебі ол қандағы қантты тұрақтандырып, инсулинге төзімділікті төмендетуге ықпал етеді. Бірақ кимчидің ащы